Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін балаларыма сиыр етінен манты жасап беремін. Езілмейтін, жыртылмайтын манты жасаймын. Өте керемет болып шығады. Және де сиыр етінен парыш алдым. Картошка, сәбіз, пияз, шуа алдым. Енді осылар төрт-бүріштеп турап, және бұрышын тұзын салып, шамалы шемішке май құйып жүреміз. Сөйтіп араластырып, бұқтырып қоямыз. Енді қамырын осылай орта кесеге мұздай су құямыз. Сөйтіп бір қасық тұз саламыз, оны араластырып, ертіп аламыз. Сосын ұнымызды алып, бір жұмыртқаны жарып жіберіп саламыз. Осылай қамырымызды илейміз. Өте қатты болмау керек, орташа да қамырды илейміз. Орташа жұмсақтықта. Достар, менің каналыма подписаться етіп және қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай қамырымызды әбден июін қандырып илейміз. Не қосылатын описанияға жазып кетемін. Мантаға қосылатындарды описаниядан көріп жасасаңыздар болады. Осылай қамырымызды илеп алып, әбден енді бастырып қоямыз. Бір күлімке салып, бір 15 минут или жарты сағатқа қойсаңыздар да болады. Осылай илеп бастырып қоямыз. Енді күлімке салып бастырамыз. Ол күлімке салып бастырып қойғаннан кейін осылай бір суаласын алып қамыр жаямыз. Осы оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Шет-шетін баспай әдемілеп оқтаумен жайып аламыз. Және де енді қамырымызды жайық. Енді екі шетін басып, ортасын баспаймыз. Осылай қамырымызды әдемілеп дөңгелек етіп жайып аламыз. Мантаға енді жаңағы жұқа емес, қалың емес, орташа жұқада болу керек. Ол манта баркіде піскеннен кейін қалың болса біртүрлі болып көрініп қалады. Сол үшін жұқалау ғып қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жайып алып. Достар, менің каналыма қолдап, подписаться етіп және лайк басуды ұмытпаңыздар. Әдемілік комментарий жазып кетіңіздер. Осы буда піскен тамақтардың бәрі адамға пайдалы. Қуырмаш жегенше осындай буда піскен тамақтар жеген жақсы. Негізі буда пісіріп. Осылай қамырың дөңгеленіп шыға келеді. Ортасын баспаймыз. Екі шетімен, екі қолымызды екі шетін басып, осылай қамырымызды жаямыз. Менің зуалым дәу зуала болды, бір зуала. Біз өзіміз семьяда көп болған соң, өзім көп екі зуаладай жасадым. Осылай қамыр жайылды, енді оны кесеміз. Кесіп, мантының төрт-бүріш тығып, мантаға осылай кесіп аламыз. Осылай формасы дейміз оқтаумен. Сосын қойып, төрт-бүріш ұстап, турап аламыз. Турап аламыз. Және де оны тағы жайып,
тағы да жаямыз да тағы 4-5 қылып турап аламыз. Сіздер мантыны қалай жасайсыздар? Бізде жаңағы оңтүстік жақта осылай жасаймыз. Осылай 4-5 турап ішіне салмасын салып бүгеміз сосын. Достар, менің каналыма тіркеліп, және қолдап, лайк басып, комментарийді жазып, әдемілеп қолдап кетіңіздер. Осындай жұқа болады қамырымыз. Енді салмамызды салып бүгеміз. Енді паршымызға мен картошка, сәбіз, пияз қостым. Және де шемішке май, бір кесе шемішке май қосып жедім. Өзі майлы ет, бірақ шемішке май қоссаңыздар, арасы неғып тұрады, әдемі болып ажырап тұрады. Жыртылмайтын, үзілмейтін мантымызды бөктік. Енді мантаваркамызға 45 минутқа қоямыз. 45 минуттан кейін алып жей берулеріңізге болады. Бізге ас болсын.